Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода біз кучинский тауықтардың пайдасы және зияны туралы айтатын боламыз. Ал ендеше біз бастаймыз. Бірінші, кучинский тауықтың пайдасы жайлы айтайын. Кучинский тауық ол ірі жұмыртқа туады, ерте туады, несушка қатарына жатады, және де жылына 180-230 жұмыртқа аралығында туады. Оплоты кучиндерде өте жақсы болып келеді, 70-80%. Ал минусы жағына келетін болсақ, олар өте аз. Мен ондай қатты біле білмеймін кучинский тауықтарды. Егер де қателер болса, комментария жазып кетіңіздер. Минусы жағынан олар тез семіріп кетеді. Жұмыртқа тез семірген тауықтар жұмыртқа аз туады. Және де олар етті болып келеді. Барлық жағына жақсы. Олар ертеректен келе жатқан порода болып саналады. Оны барлығы жақсы тауықтар деп санайды. Көбісі ұсынады және де сатып алады. Мен де соны ұсынып, өзім алатын боламын. Ол тауықтар жем талғамайды бір жақсысы. Тауықтарының өзі 3 килоға дейін барады, ал әтештері 4 килоға дейін жетеді. Мен де осы тауыққа адамдардың отзывтарынан, жақсы пікірлерінен кейін алғым келіп кетті. Әрине де кәсіпке де жақсы, тауық өте жақсы. Жұмыртқа, ет, оплот бәрі керемет. Өзім алғаннан кейін сіздерге отзывын қалай бағу керек екенін видеосын түсіріп жіберетін боламын. Өзім әлі мұндай 400 балапан, көптеген балапандар ұстап көрген емеспін. Мен бір 50 шақты сондай балапан өзімен солай асыраған болатынмын. Мен осы жылы жаңадан тәжірибелер алып сіздермен бөлісіп отырамын. Арнадан алыстамаңыз. Міне мен инкубаторым әлі қосылған жоқ. Келесі апта қосатын боламын. Қызыққандар, міне мен инкубаторым. Матрица вегас. Жұмыртқалар сатылымға. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Осы құс шаруашылығымен профессионалды түрде айналысқым келеді. Мысалға 400 балапан ол оңай жұмыс емес. Және де шығындардың есептегенде пайдасы жағында қарап тұру керек. Мен осы жылға керемет жетістіктерге жетемін деп ойлаймын. Ал сіздермен болған мен, Маруф, қош сау болыңыздар.